Баршаңызға ассалаумағалейкум. Арнада лайыққа лайықты. Мен Нұрсұлтан Мойленұлы. Құрметті көрермендер, құрметті оқырмандар, каналдың жазылушылары, алдымен баршаларыңызға үлкен рахмет айтам. Соңғы салған видеоларымыздың басқан лайктарыңыз үшін, қолдап жазған пікірлеріңіз үшін үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, видео басталмастан бұрын арнаға жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар, ал біз бастаймыз. Енді көріп тұрсыздар, бүгін Ақтөбе қатты жел, жылыжайымыздың қазір ішкі көрінісі осындай. Мына аяз кетіп, күн жылған кезде салафандар босайды. Содан қазір салафандар қатты қозғалып тұр. Негізі қыстың уақытында қатты аяздар болған кезде салафандар керіліп, әдемі болып жата қалады. Қазір енді күн шыққаннан кейін қазір Ақтөбеде жаңбыр жауып жатыр, қар жауып жатыр, сондай түсініксіз ауа райы. Жылыжайдың ішіндеміз тағы. Бүгін жұмыс жасауға келдік. Бүгін мына қатарды, одан кейін ана қатарды, мына қатардың жағын тазартатын боламыз. Жалпы келген көп сұрақтардың басым бөлігі жылыжайды неден салдың, қалай салдың, одан кейін қанша қаражат кетеді. Енді неден және қалай салғанымызды қазір видеода көрсететін болам. Міне мынау жылыжай сыртынан көріп тұрсыздар, жаны бізде поликарбонат, былай жаны, мына жаны, сосын козерога, үсті салафан. Бұл салафанның өзінің бекітетін зажимдары бар. Солай бекіттік. Жалпы сыртқы көрінісі осындай. Енді Ақтөбеде биыл қыс қатты болды, жел де қатты болды. Бірақ соған қарамастан біздің тартқан салафанымыз сондай қатты бір желдерді тұрып бере алды. Бұл салафаны біз Шымкенттен заказ бердік. Производствосы Китай. Сыртқы көрінісі осындай жылыжайдың. Құрметті оқырмандар, біздің жылыжайымыз көріп тұрғандарыңыздай қолда бар материалдардан жасалған. Бұл міне бізде основной төрт бұрышы осындай, мынау жүздік труба, осыдан фундамент құю арқылы жасадық. Фундамент бар мына жерде қардың астында. Осы төрт бұрышы осыдан, одан кейін мынау қарапайым төртке бір профильді трубасы, осыны варит еттік. Прочный барлығы. Төрт бұрышы осындай трубадан, одан кейін араларында мындай 5 метрден тоже осы трубадан салдық. Көріп тұрсыздар, через одно бір профиль, бір трубадан жасап тұрмыз. Төбесі, бұл да профильный труба, бұл нержавеющий, жылыжайдың өзіне арналған темірлер емес. Одан кейін ішіндегі мына біздің тіреуіш ағаштарымыз шпал. Осыған біз өзіміздің стеллаждарымызды бекіттік, қатарларымызды. Өйткені бастапқы жылында біздер бұл шпалды салмай осы қатарлардың өзін салған болатынбыз, бірақ бұнымызда біздің қисайып құлаған болатын тіреуіші болмағаннан кейін. Сондықтан биыл осы шпалдан салған болатынбыз. Жылыжай бізде сотый 8 миллиметрлік поликарбонатпен қапталған. Бұл бізде уже 3-ші жыл тұр. Поликарбонат, бұны біз Россиядан кезінде заказ бердік. Қазір бұларда қымбаттап кетті. 8 миллиметрлік сотый поликарбонат, бұл жылыжайға өте әдемі қорғаныш болады. Өйткені 6-лық, 4-тік бұлар енді сіздің климатыңызға қарай, егер сіз Қазақстанның оңтүстік жағы болатын болсаңыз, онда 6-лық, 4-тікпен қаптауға болады. Ал біз сияқты батыста бұл 8-діктен басталу керек, 8-дік немесе 1-лік. Төбеміз бізде салафан. Бізде поликарбонатқа ақшамыз жетпей қалды, сондықтан салафан алдық. Бұны да биыл біз қайтадан жаңарттық. Оның алданғы жылы тұрған салафаны жыртылып қалған болатын. Қатты желдер бар бізде. Мынаны біз Шымкенттен заказ бердік. Осыны қойған болатынбыз. Одан кейін көп қойылған сұрақтардың бірі жылыжайдың биіктігі қанша болу керек деген. Жалпы өз басым, жылыжайды салмастан бұрын бірінші не егетініңізді анықтап алған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені егер осындай зелен егетін болсаңыз, салат жапырақтары, көк жуа, петрушка деген сияқты, онда аласа жарайды. Ал егер
қияр, помидор егем десеңіздер, клубника егем десеңіздер, ол кезде жылыжайыңыздың биіктігі жоғары болған жақсырақ. Өйткені білесіздер, мына қиярлар бұлар биіктікке қарай өседі. 3 метрге дейін өсетін қиярлар бар, 4 метрге дейін өсетін қиярлар бар. Соның барлығын алдын ала есептеп алған дұрыс. Қазір бізде мына жерде жылыжайымыздың жаны ұзындығы поликарбонаттың өзі 2,10, ар жағында тағы 30 сантиметр бар, 2,40. Одан кейін мына крыша бізде двускатный болғаннан кейін бұл да биіктеп кетіп тұр. Сол кезде қазір бізде мына жеріміз ұзынавойы жерден крышаға дейін, ең ұшына дейін 3,80 метр. Бұл негізі тиімсіз біздің көк жуаға, өйткені бұл биік болған сайын теплопотерияда жақсы жүреді. Өйткені білесіздер, көріп тұрсыздар, мына жерде біз ішкі қабатын қаптамағанбыз. Егер мынаның ішінен тағы екінші слой осыны қаптайтын болсаңыз, іші жылы болады. Біз оны есептемей қалыппыз. Ал қаражат жағы бұл бірінші салатын жылыжайыңыздың көлеміне қарай әртүрлі. Одан кейін өзіңіздің қалауыңызға қарай ақша кетеді. Арзанға да жылыжай салуға болады, қымбатқа да жылыжай салуға болады. Сондықтан нақты қанша ақшаға салатынын мен айта алмаймын, бірақ алдағы видеода біз жылыжайдың тағы бір проектісін жасаймыз. Соған жобамен қанша ақша кетеді, сол туралы өз алдына бөлек видео түсіретін боламыз. Құрметті көрермендер, арнаға жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл каналда қалай қазақша жылыжай салуға болады, қандай ауыл шаруашылығына қатысты кәсіптер бар, қандай бағдарламалар бар, қандай жеңілдіктер бар, қандай қайтарымсыз гранттар бар, соның барлығын алдағы уақытта айтатын боламыз. Сондықтан сізге қажетті ақпарат болуы мүмкін. Сондықтан парақшаға жазылып қойыңыздар. Егер жылыжай салғысы келетін ағайыныңыз, тумаңыз, досыңыз болса, WhatsApp чаттарда бөліссеңіз, үлкен алғысымызды айтамыз.